Сәлем, сіздермен мен Бауыржан, және бүгін біз созылу сияқты маңызды тақырып туралы әңгімелесетін боламыз. Созылу не үшін қажет дейсіз? Жоқ дегенде сізде икемді дене болу үшін адам баласына созылу маңызы зор. Өзіңізді жас, сергек сезіну үшін, яғни өте жақсы болса қан айналымы жақсарады, яғни бұлшықеттер қоректенеді. Бұлшықеттер ақыр соңында қалпына келеді, өзін жақсы сезіне бастайды. Егер сіз фитнес, боди, билдикпен айналыссаңыз, қарапайым ғана үйде спортпен айналыссаңыз да адам үшін созылу керек. Ол өте маңызды. Созылу ол өте керек. Сонымен мен сізге бірнеше созылым түрлерін көрсетемін. Бұл созылымдарды көбісі біледі деп ойлаймын. Жаттығудың басында сіз бұлшықеттердің әрбір тобын қыздырып созуыңыз керек. Бұл жаттығудың басында, егер сіз басында жаттығуды жасасаңыз, онда жаттығудың соңында сізде заминка болу керек, яғни аяқталуы. Ол қарапайым разминка, ешқандай бір айырмашылық жоқ. Бірақ жаттығу соңында бұлшықеттерді көп қоректендіріп, оларға қан айналымын жақсы қалпына келтірді беру үшін жасалады. Сонымен созылуға тікелей өтіңіз. Біріншіден, қарапайым нәрсе. Аяқты иықтан кеңірек қоямыз. Қолдарымызды құлыпқа қойып, еденге дейін созыламыз. Осылайша мұндай қозғалыстармен шайқалу да мүмкін. Тұрыңыз, екінші аяққа созыламыз. Тізеңізді міндетті түрде бүкпейсіз, ешқашан бүкпейсіз. Сондай-ақ екінші аяққа созыламыз, және де созамыз. Әр созылған сайын еденге тізеңізді бүкпейсіз. Сіз арқа бұлшықеттерін бірінші кезекте сіз созасыз. Яғни арқа бұлшықеттері дами түседі деген сөз. Артқы және екінші артқы жамбас бицепсті созасыз. Міне. Бұдан әрі енді алдыңғы квадрацепстерді созыңыз. Сол қолыңызбен оң қолыңызды өзіңізге тартыңыз. Осылайша квадрицепстің алдыңғы бөлігін созамыз. Ал сол жаққа да және шамамен 5 секунд бойы ұстайсыз. 5 секунд бойы. Енді еденге созылу туралы сөйлесейік. Алдымен шолққа қол жеткіземіз. Біз бастапқы позицияны аламыз. Яғни бұл жерде ең бастысы ерекше техника, бір қатты бір керемет қажет емес. Ең бастысы бұлшықеттерін жыртпау үшін артық болмайды. Енді аяқтарды екі жаққа қойып, сонымен екі жаққа қоямыз. Шұлыққа бастапқы позицияға тұрамыз, созыламыз, арқаға қарай бастапқы позицияға, екінші шұлыққа созыңыз. Принцип ешқандай өзгерген жоқ, бірдей. Енді жоғары бөлігін созу, яғни қол, иық және тағы басқа 5 секунд ішінде шынтақты созасыз. Екінші қолмен бірдей орындалады. Әр қарай иық, қолмен шынтақты басамыз. Осылайша созамыз, созылаңыз. Яғни дельта басқада да қолымызда орындалады. Және 5 секундтың ішінде дельталар орындалады. Енді қателер туралы сөйлесейік. Негізінде бұл созылыстарда аса бір қатты бір қателер болмайды. Себебі бастысы асықпау. Сіздің икемділігіңізге қаншалықты мүмкіндік береді, соншалықты созыласыз. Бірте-бірте ең көп созылуға дейін жету керек. Яғни, мен сіздерге деген кеңесіміз артық қылып, тыртық қыламыз. Бірте-бірте асықпаңыз. Максималды түрде созылуға дейін қол жеткізесіз. Енді үй жұмысына келетін болсақ, бұл жоспар болады. Күніне бір рет осы созылу кешендерінің бірін орындауға тырысып көріңіз. Яғни күн сайын. Егер сіз басында және соңында жаттықсаңыз, онда жоқ болса оған шамамен 50 минут, ары кетсе бір 5 минут, ары кетсе
10 минут бөліңіз. Созылу маңызды, маған сеніңіз. Кейін денеңіз сізге рахмет айтады, себебі денеңіз кәдімгідей демалады. Сізбен бірге болған Бауыржан, келесі кездескенше.